бәрі шіріп кеткен. Шірігенде мына адамға пайдасы жоқ қой шіріген. Балық басынан шірейді дегенде әбден шіріген. Ең басына басын ауыстыру керек. Онан кейін төмен қарай бәрін ауыстыру керек. Деп подвалда труба ауыстырып жатқан сантехниктің айғайын естіген полицейскийлер саясатта нең бар деп қамап тастапты. Өз халқынан қорқатын біздің үкімет қана шығар, я. Позор, жана бір видео көрдім да. Алдында бір апа шықты ғой, Тоқаевқа жолдау жасапшы. Қымбатшылықты айтып, керемет тамақты сендер ғана іше беріңдер, біздің күнделікті тамақтың бағасын дұрыстаңдар деп енді шындықты айтып жатыр да. Апа артық еш нәрсе айтып жатқан жоқ, шындықты айтып жатыр. Қарындарыңды қампитып ап деп, прям шындықты айтты ғой негізінде сол апаш. Сол кісінің кеше видеосын көрдім, түнгі бір 11-де екі милиция кеп тұр ғой апаға. Үлкен апа ғой, анамыз ғой, өмірді көрген үлкен кісі. Сол кісіге екі милиция келіп тұр түнгі 11-де. Неғып жүрсіңдер, неғып келдіңдер түнде, мен ұйықтап жатырмын десе, біз жай тексеріп жүрміз дейді да. Сөйлесейік, камераны өшіріңіз дейді да. Мен таң қалдым да. Өз халқынан қорқатын біздің үкімет қана. Үкімет деген халықпен наоборот бірге болмай ма? Бірге болып, түсініп, қайда біздікілер деген керісінше өз-өздерінен қорқып, мен ойлап отырмын да, сол апаға бар ғой, апаны қорқытып, үркітіп, кешірім сұрата ма деп ойлаймын да, біздікілерден бәрін күтуге болады. Көрген шығарсыздар сол апаны, прям қатты айтты ғой, дұрыс айтты негізі. Көтере алмайды ғой біздікілер, шындықты айтсаң, жандары шығып кете жазды. Қайырлы күн ағайын, қалдарыңыз қалай, аман жақсыздар ма? Біздің елімізде заңсыздық деген неге белең алып кетті дейді. Анау кінәлі болмаса да кінәсізді соттап жүріп, кінәлілердің барлығы неге қалып қойып жатыр, сотталмай, мысалға жаза көрмей деген әңгіме айтады. Өйткені себебі біліп тұрсыздар ғой, жемқорлық дегеннің әбден жемшумен жалғасқан жемқорлықтың басты атрибуты ол осы сыбайластық. Заңсыздыққа барады соң сыбайластық. Өйткені мен бардым да, мысалға, жаңағы сенат төрағасы болдым. Мен аламда мына өзімнің шыққан облысыма әкім қып, біреуді тағайындатқызам, начальник милиция қып, ДВД-сына біреуді жаңағы ДВД-ның бастығы қылам, біреуді прокурор қылам деген сияқты ғой. Сонан кейін менің ауылдағы малымды бағып отырған жаңағы қойшым біреуді қағып өлтірсе не істеймін мен? Телефон шаламын да, сендер не үшін отырғыздым, ананы атмазайте деймін. О, бейшара жаңағы қағып өлтірген адамның өліп қалса жақсы, өлмесе соның өзін соттап жүреді. Және соның үстіне шулап жүргендердің бәрін соттай салады. Сол сияқты, міне КТЖ-ның Қазақстан тормоз жолы Қазақстан толған жемқорлығы КТЖ бар ғой. Сонда Аринов деген жаңағы анықтады, былығын қолма-қол алды, бір жұманың ішінде соттап жүрді. Өйткені бақып төрде отырған, жоғарыда отырғанның барлығы сол системадан ақша алып отырғандар. Желкелеріңнен шықпасын десеңдер, давай көзін құртыңдар деді. Анан ешқандай жазасы жоқ адам соттап жүрді. Ауыл шаруашылығы тура солай. Ана Алмасбек Садырбаев тура сөйтіп көзін құртып жатыр. Қай жерде болмасын ақиқатты айтқан адамдар солай. Былтыр мысалға қай облыста екенін ұмытып қалдым. Закладчиктерді тапқан адамды, жаңа закладчиктерді қойып жүреді ғой, наркотикті. Соларды ұстап, солар дәлелдеген жігіттің өзін 6 жылға ма соттап жүрді. Неге? Өйткені закладчиктер жаңағы көкөнің көкөсінің көкөсіне ақша істеп жүрген көкетойлар. Сондықтан да заңсыздық деген осыдан. Бұндай жерде заң жұмыс істемейді. Неге? Өйткені жоғарыдағы көкөз звондайды. Мен сендерді не үшін жетектеп осы жерге әкелдім? Отмазайте дейді. Міне. Отмазать ету дегенің заңына түкіріп қойдым, заңның үстінен өтті деген сөз. Бүкіл нәрсе жемқорлықтан болып тұр. Яғни өзегіне құрт түскен ағаштың сен бұтақтары қураған кезде оны кесіп тастап емдей алмайсың. Соны ағашты тұтамаумен құртпай болмайды. Жемқорлық деген солай. Қазір жемқорлықпен алысып, мына жерден бір анықтап жатыр ғой, бірдай анықтап жатыр. Блогерлерің, жүргендерің, мынаны қараңдар жемқорлықты деп. Түк білмейтін топас машинаны тоқтатып, жаңағы шопырмен салғыласып тұрады, оның үстінен заявление жазған адамның өзін штраф салып жатыр қазір.